Құрметті оқырмандар, барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін мына ситуацияны қарастырайық. Бізде қиылыс беріліп тұр. Реттелмейтін қиылыс болып саналады бұл. Бұл жерде қандай көлік қай кезектілікпен жүру керектігін біз анықтайық. Бұл қиылыс реттелмейтін. Неге реттелмейтін қиылыс болып аталады? Себебі ешқандай белгі жоқ, реттеуші жоқ және светофор жоқ. Қараңыздар, мына көліктердің бағыттарын мұқият қарап алыңыздар. Бұл көліктердің бағыттары бір-біріне ешқандай кедергі келтіріп тұрған жоқ. Сол себепті де бұл көліктер бірдей өтеді. Мына келесі жағдайды қарастырайық. Міне мысалы, мына жақта трамвай тұрған жақта басымдылық белгісі тұр және оның астында схема беріліп тұр, қай жер басымды, қай жолдар басты жолдар екендігі. Міне ол мына жол мен мына жол басты жол екені схемада көрсетіліп тұр. Көк автокөлік тұрған жақта жол бер деген белгі тұр. Сондықтан енді қараңыздар, кім кімге жол береді. Мына жасыл автокөлігіміз біздің солға бұрылайын деп тұр, ал трамвайымыз тура жүрейін деп тұр. Енді қараңыз, жасыл мен трамвай тең дәрежеде тұр. Тең дәрежеде бізде всегда білеміз, тең дәреже болса всегда трамвай бірінші жүру керек. Сондықтан да трамвай бірінші жүреді. Енді қараңыз, мынау жол бер деген белгі, яғни ол екінші дәрежелі жолда тұр. Мына көк автокөлік, жасыл автокөлігіміз басты жолда тұр. Сондықтан кім бірінші жүреді? Әрине, жасыл автокөлік бірінші жүреді. Келесі жағдайды қарастырайық. Құрметті оқырмандар, регулировщиктің положениесін түсінбей жатқан адамдар көп. Мына ситуацияны қараңыздар. Қай көлікке жүруге рұқсат беріліп тұр қазір. Міне регулировщик қызғылт түсті автокөлікке қарап тұр. Сол қолымен сол қолы созылып тұр және оң қолы алдыға созылып тұр. Енді қараңыз, қызыл автокөлікке ол жүруге тыйым салады, себебі арқасымен қарап тұр. Қызғылт түсті автокөлікке тура жүруге тыйым салады, себебі ол алдымен қарап тұр, қолын созып тұр. Бірақ оңға бұрылуға рұқсат береді. Бірақ қызғылт түсті автокөлік оңға бұрылайын деп тұрған жоқ, ол тура жүрейін деп тұр. Ал мына жасыл түсті автокөлігіміз солға бұрылайын деп тұр. Оған солға бұрылуға рұқсат па? Әрине рұқсат. Қараңыз, көрдіңіз ба? Мына жасыл автокөлікке барлық бағытта жүруге рұқсат. Мына именно регулировщиктің осы положениесінде. Міне мына ситуацияда қараңыз, екі көлікке де тура жүруге рұқсат беріп тұр. Бірақ мына жерде қызғылт түсті автокөлік басты болып саналады, себебі ол тура жүрейін деп тұр. Келесі ситуацияны қарастырайық, құрметті оқырмандар. Басты жол дейді. Міне қызғылт түсті автокөлік тұрған жол және астында схемасы тұр, басты жол. Міне мынау басты жол деген сөз. Яғни бізде трамвайымыз екінші дәрежелі жолда тұр дейді. Екінші дәрежелі жолда тұрған кезде, значит, трамвай бірінші жүрмейді, оны білесіздер. Значит, бірінші болып бізде қызғылт түсті автокөлік жүреді, себебі басымдылыққа ие болып тұр. Мына ситуацияны, құрметті оқырмандар, комментарийге жаза кетіңіздер. Қай көлік бірінші жүретінін өздеріңіз анықтап түсінгендеріңізді дәлелдеңіздер.